Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен мынандай нәрсе айтқым келіп отыр. Канализационный труба жалғап жатыр. Мынау 100-дік труба. 2020-да үй салдыртып бастадық. Сол үйге негізі канализация жүргізіп, яғни труба канализационный. Сосын суын да тарттық. Біздер енді бәрін білетін адамдар емес, біз бірақ әйтеуір бірдеңе қылып өзіміз істеп жатырық ол жағын. Бірақ неше түрлі қиындықтарға тап болып жатырық. Бұрын тастаған канализационный трубамызды үйдің ішіне тастаған, сыртқа тастаған переделка жасап жатырық. Бір аптадай болды деймін. Мынау бұрынғы труба жердің астында жатқан, қазып алдық. Қазып алған кезде сындырып алдық лопатымен. Оны жамап жібердік мынандай қылып. Ол жағын видеоға түсірген жоқпын. Бұйырса ол туралы да айтам, көрсетем. Бүгінгі айтқым келгені трубаларды жалғау жағы. Көп адамдар трубаны стыковать еткенде мынандай қылып, яғни трубаны трубаға жалғаған кезде, немесе муфтыға жалғаған кезде, немесе мынандай повороттарға, мынандай косостиктерге жалғау жағы қиын болады. Біздерде ол жағына ондай қиындықтарға тап болып жүрік. Бүгін сол қиындықтардың несін түсіндім мен. Жалпы неге қиналып жүрік сол туралы айтайын деп отырмын. Нені стыктарды қосқан кезде, мына жерге мысалы үшін муфты жалғайтын болсаңыздар, немесе турбаның басын жалғайтын болсаңыздар, яғни келесі турбаны жалғайтын болсаңыздар, міндетті түрде мынандай жағына сұйықтмай жаққандарыңыз жақсы. Кәдімгі губкамен жақсаңыздар болады, немесе тряпкамен жақсаңыздар болады. Сондай нәрсе істеуіңізге болады. Оған келмесе, яғни олай жалғай алмасаңыздар, проблема мынада болады. Яғни резинкіде болады. Резинкі плотно тұратын болса, мынау қазір резинкі плотно тұр, кіргізу қиын болады. Май жақсаңызда, строительный магазиннен турбаны сатып алған кезде міндетті түрде резинкаларына қарайсыңыздар. Резинкасы сәл босаңдау тұру керек. Мынандай жерлерде жалпы бар екен. Біздер труба сатып алған кезде, немесе тағы да басқа нәрсе сатып алған кезде, мына резинкалары соған қараймыз, плотно тұрғанға қараймыз да. Біздер плотно тұратын болса, мынаны алуға болады деп ойлаймыз. На самом деле олай емес. Резинка плотно тұрмау керек, сәл-пәл босаңдау болу керек. Сол кезде сұйықтмай жағатын болсаңыздар, трубаңыз стыкке әдемі кіріп кетеді. Сосын кейбір кездерде енді трубаны кесу керек болады. Мысал үшін кескен нені, трубаны муфтыға немесе мынандай стыктарға кіргізу қиын болады. Май жақсаңызда, тағы да бірдеңе жақсаңызда. Қазір мысал үшін трубаның заводской жағын көрсетейін. Заводской жағы міне мынандай болады. Яғни кішкене мына жерінде не болады да, мынандай. Алсек болады. Трубаның бас жағы сәл алынған болады да, мынандай. Егер де сіздер трубаны кесетін болсаңыздар, трубаңызды стыкке апара алмай жүрген болсаңыздар, сұйықмаймен де трубаңыздың басын міндетті түрде не істеп жүргендеріңіз жақсы. Егеумен ба бірдеңемен бас жағын алып жібересіңіздер. Яғни бүйтіп мына жерін уклон жасап жібересіңіз бе, ұш шығарып жібересіңіз бе, бірдеңе жасап жібересіңіз. Сол кезде уже труба стыкке плотно кіріп кетеді. Яғни қиналмай кіргізіп жібересіңіз да, бірақ міндетті түрде сұйықтмай жаққаныңыз жақсы. Сонымен достар, бүгінгі айтқым келгені, көрсеткім келгені осы. Егерде менің айтқан нәрсем пайдалы болды деп ойласаңыздар, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Әртүрлі әлеуметтік желілерде
достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.